Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге тіл үйретін, үлпілдек болып пісетін шарлотка десертін дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Сіздерге пайдалы әрі қызықты рецепт болатынына сенімдімін. Сонымен десертімізді жасауға кірісейік. 3 жұмыртқаны таза құрғақ ыдысқа салып, үстіне шым-шым тұз салып миксермен араластырамыз. Жұмыртқа аздап көпірген соң 200 грамм қантты бірнеше бөліктерге бөліп салып, осылай миксердің көмегімен жақсылап көпіртіп аламыз. Жұмыртқа мен қант осындай аппақ, қою көбікке айналуы керек. 160 грамм ұн, жарты шай қасық қопсытқыш және 10 грамм ванилин салып, електен өткізіп, жақсылап араластырамыз. Ұнды бірден көп салмай, бірнеше бөліктерге бөліп, салып араластырыңыз. Сонда қамырыңыз біркелкі болып шығатын болады. Біздің қамырымызды дайын болды. Енді бір немесе 2 алманы видеода көрсетілгендей етіп турап шығамыз. Туралған алмаларды астына фольга төселінген қалыпқа осылай видеода көрсетілгендей етіп салып шығамыз. Дайындап қойған қамырды салып, бетін тегістейміз. Қамырды салып болған соң 180 градус температурада қызып тұрған духовкаға 30-35 минут уақыт аралығына салып пісіріп аламыз. Алмалы пирогтың піскенін шпажкенің көмегі арқылы тексерсеңіздер болады. Дайын болған пирогты ыдысқа осылай төңкеріп саламыз. Пирог аздап суыған соң, бетіне сахарный пудраны себіп, осылай безендірсеңіздер болады. Міндетті түрде осындай оңай әрі өте дәмді болып шығатын рецептпен шарлотканы жасап көріңіздер. Рецепт ұнаған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Және де каналға тіркеліп, қоңыраушыны басып қойыңыздар. Сонда менің жаңа шыққан видеоларымды бірінші болып көре аласыздар. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Келесі кездескенше.